достар, сіздермен бірге мен Димаш Эркінғали арнасына қош келдіңіздер достар. Бүгінгі видеода біз көріп тұрғандарыңыздай тақырыптан көріп тұрсыздар ғой достар. Мен бүгін мен өзімнің мектебім, салған мектебіме, өзімнің мектебіме обзор жасайтын боламын достар. Бұл достар өзіме ұнады достар. Бір күн почти бір күн жасадым, ішінің бәрін істеп кетуіне бір күн уақыт кетті достар. Егер де менің мектебіме түскің келсеңіздер достар, менің каналыма тіркеліп обязательно лайк басып кетіңіздер достар. Менің мектебіме түсіп кету нәсіп етсін, әумин достар. Қазір менің мектебім Майнкрафтта достар. Өте әдемі достар, өте әдемі шықты достар, маған өзіме ұнады достар. Көптеген осында жителдерді бәрін осында орналастырамын, кішкентай жителдерді орындау үшін. Сондықтан достар, мен осы өзімнің мектебіме обзор жасағым келіп тұр достар. Сондықтан сіздер маған қолдау білдіретін деген ойдасыздар достар. Мен каналыма тіркеліп, мені алдағы уақытта 200 подписчикке жетемін деген ойдамын достар. Мен кеттім, өзімнен енді көрсететін боламын, мектебімді көрсететін боламын. Ал сіздер лайк басып кетіңіздер. Кеттік ал достар. Достар, мен мұны әдейі креативке қойып қойдым, тоже бірақ асты былай бір түрлі болып қалды. Енді жер керек дегендей. Мына достар, былай өзім мектебімнің іші осындай, сырты ұзақ уақыт кетті. Былай жандардың сырттарын ютубтан қарадым, идеяларды кішкене. Мына үсті осылай достар, мына қиын ғой өте, мына жандардың тоже мынандай не салып қойдым. Сіздер қалай айтсам болады ғой? Типа садик деген сияқты, осының ішінде андай спорт зал, дене шынықтыру балдарды сәт істейді деген сияқты. Бөлек салдым әдейі, себебі біздің мектеп үлкен болғандықтан мен класс деген. А мынау бізде типа андай бірдеңке орналастыратындай, может сынып деп қоятын жарым, может осындай қылып қойдым, пока что склад, либо мынау бізде бассейн, балдар андай керек зат қызықты уақыттанда осы бассейнге түссін деген сияқты. Андай мысалы жазда мысалы жүзуден жарысы өткіземін деген сияқты, қызықпен істедім достар. Енді былай өте әдемі, маған ұнады мектептің сырты. Енді көрсеткім келеді, мынау жандары, мынау огород, мынау вообще не достар, мынаны байқамаппын достар, жасап отырып. Былай, міне достар, міне. Және міне достар, міне сырты, мектептің сырты. Осылай достар, екі бөлек салып қойдым мектептің сыртын, былай, бірақтан да бәрі жалғаулы, бәрін істедім достар. Мен жалғыз өзім салған жоқпын, мен достарым бәрі көмектесті маған. Өте әдемі достар, маған өте әдемі болып шықты достар. Сондықтан мен арнама жазылып, лайк басып кетіңіздер достар. Міне достар, так. Міне. Так, мектептің ішін көрсетейін сіздерге қазір. Так, міне достар, міне мектеп үлкен болғандықтан өзім кірейтін жете алмайтын достар. Қазір мен сіздерге көрсетемін достар. Қаяқта еді, мен мектептің сырты, ё-моё. Достар, егер де мен мектебіме кіргілеріңіз келсе, лайк басып кетіңіздер достар. Так, міне, достар, кірдік, міне. Міне мектептің іші жоғарыда обязательно көп лампа керек, міне. Мына бірінші сынып, бірінші класс, класс. Мында бізде не тұрады, сундуктар типа андай кітап деген сияқты, сыныптар кітап береміз деген сияқты, сондай, терезе. Мына жерде мұғалімдер отырады, сабақ түсіндіреді, не деген сияқты, осы сабақ түсіндіреді. Мына мұғалімнің партасы, мына жерде өйстіп балаларға сабақ түсіндіріп отырады достар. Осы жерде давайте балдар жинап бәрін отырғызып, егер де мына мектеп туралы бір қызықты видео шықсын десеңіздер, обязательно лайк басып кетіңіздер достар. Мына жанында кітапхана, кітап алып оқитындар, міне осында қызықты заттар салып қойдым достар. Осының ішіне қойып қойдым, рамкаларды қойып қойдым. Ал мына келесі сынып бізде достар, мен тоже осындай қойып қойдым міне. Мынақта тоже сундуктар тұр. Кеттік шығайық. Екі шығатын жер бар достар. Мына бізде тоже сынып. Бана көрсеткен сияқты сіздерге. Класс көп достар. 3 этажды. Міне. Ал мұнда енді қызықты сынып достар. Мұнда химия, физика сынып болады достар. Маған әдемі заттар қойдым. Қызықтыратын сондай қызықты тақырыпты сабақтар қойдым. Так. Кеттік сіздерге тағы бірден көрсетейін. Сосын екінші этажға барайық достар. Кеттік, мен креативке әдейі қойып қойдым. Так, сосын біздерге міне достар. Көтерілейік достар кішкене. Так, енді сіздерге тағы не көрсетсем болады. Мына бізде достар асхана, осы жерде тамақ ішіп, балдардың тамақ ішіп отырады. Мына жерде тамақтар аласыздар өзіңіз. Міне. Ана жерде аспазшылар алып қойып келеді. Міне. Осы жерде тамақ ішіп отырасыз. Уже түн түсіп кетті, бірақ бізге бәрібір. Мен сізге мектептің ішін көрсетемін ғой только. Так, міне достар. Бірақ түсінде мектепте жүруге болмайды бізде деп ойнап айтамын. Правила сондай деп айтпай қойын достар. Ал мынау не еді бізде? Мынау бізде әжетхана. Анау қыздардың әжетханасы. Тағы бізде не көрсетті? Так, міне. Мына бізде мұғалімдер бөлмесі. Мұғалімдер үшін ноутбукпен өздерінің жұмыстарын жасап отырады деген сияқты. Кеш батып кетті, жарайды, түн болса түн бола берсін. Бізде бірақ свет жарық бар ғой.
сосын бізде мына бұл жақ бізде андай тоже мұғалімдер жағы андай үлкен басшы мұғалімдер завучтар отыратын жақ, короче, мына печка жылы болып тұру үшін. Ал содан кейін бізде тағы да мына жақта тоже мұғалімдер бөлмесі, бірақ мұнда бірақ бізде ана ауыр андай не отыр адам емдейтіндей, короче, егер де біз ауырып қалсақ сонда емдейтін мына тоже мұғалімдер бөлмесі тағы да. Так, мынау бізде андай директор отыратын жер ме екен? Директор отыратын сияқты осы жерде достар. Директор отырады. Директор отырады. Так. Мына жерді көрсеттім сіздерге. Мына жақ достар пустой, мынаған не қоятынды білген жоқпын достар. Короче. Сосын так, бізде тағы не бар? Так. Так, давайте достар кетіп 3-ші этажға көтерілейік достар. Мына бізде бана көрсеттім сіздерге ажырғана. Ой. Мына достар 3-ші этаж так. Мына бізде тоже ажырғана. Мына жерде әдейі қойдым шет жеріне. Мына достар бізде библиотека достар. Кітапхана. Бұл жерде кітаптар оқисыздар. Даже лабиринт деп көптеген кітаптар оқып қойдым достар. Әдейі үлкен етіп салып, біліміміз жоғары сапада болсын. Осы жерде қақ ортасына өйстіп стол қойып қойдым. Мына жерде оқысын деп достар. Мына жерде тағы стол бар. Көп адамдар келсін, оқысын деген сияқты, білім алсын деген сияқты. Көп кітаптар қойдым достар. Шын өмірде де осындай болса екен, әумин. Так. Мұнда бізде так, мұнда бізде так. Тағы не бар? Достар, бізде тағы 4-ші этаж бар сияқты, 4-ші этаж салдым екен. 4-ші этаж болса да 4-ші этажда не бар бізде? Мұны типа крышаға шығатын жер ғой. Достар, маған жарық болып тұр, бәрі түн болса бар ғой. Так, негізі достар, алда уақытта мен бар ғой достар, несі лабиринт Майнкрафтта лабиринт өтетін боламын достар, андай достарым айтады, маған лабиринт сал, мен соны өтетін боламын. Егер де өте алмасам, қызықтарды өте алмасам, короче, сондай. Не болды достар, мынау бізде достар андай қызықты химия кабинеті, типа андай бірдеңке үйретіп, бірдеңке эксперимент, бірдеңке істейтін де сияқты сондай. Мына достар, мынаны өзім жалғап қойдым әдейі. Оны бүйтіп өшіріп тұрсам, мына өшіріп қояшы. Экономить етейік бәрін. Сосын так, бізде там, сосын болса бүйтіп ашудың қажеті жоқ, сосын бүйтіп басып қалған кезде. Болашақтың мектебі деп айтайық, короче айтқанда. Былай айтқанда болашақ мектебі. Класс достар. Ал бұның ішінде не бар? Бөлме мен салған жоқпын достар, әрине. Достарым прикол ұстап салып қойған шығар, әрине. Мен салған жоқпын достар. Достарым не салып, не салғанын білемін. Так, сосын бізде мына жақта кім салып қойған мынаның бәрін? Так. Что там? Мына достар. Енді бізде верстакта оқимыз ғой достар біз сабақты. Мұнда достар біз, короче, оқып отырып, балдар біз қазір бірдеңке жасаймыз деп қалып, мынаны істей аламыз, ағайларға көрсетеміз деген сияқты, типа. Басым істейді деген сияқты, так. Ана кабинетте бізде тоже верстактар кабинеті достар. Өте әдемі. Так, мұнда тоже верстак кабинеті. Жоқ. Мұнда достар актовый зал ма? Зомбилардың бастар. Брат, сіңе брекет салсай. Ладно, достар. Достарыңыз мынау не? Сундук па бізде? Сундуктың ішінде не бар? Достар. Ух ты, достар, мына ішінде көп зат бар ғой, достар, кәдімгідей. Достар, лайк, мына жерге, короче, отырып алып, мына жерде бағалайсың. Әдемі деп, короче. Айтқанда, короче, пусть говоря, сондай. Тағы не бар бізде қалып қалған, достар, сырттан бәрін көрсеттім. Енді мектептің бәрін полностью 9 минутта көрсетіп шықтым, негізі айтқанда былай. Былай достар, рамкалар мына жерге бір андай картинкалар қойып қоясыңдар, біздің мектептің фотоларын қойып қоясың, сондай қойып қойдым, тоже ана жерге қойып қойдым. Мына жерге пока что бір алмаз қылыш қойып кеткен, короче, мынау асхана сіздерге көрсеттім ғой. Кеттік, төменге түсейік, бізде дейтін ойбай. Кешіріңіздер. Мен, короче, түсіп боламын дегенше 10 минут уақыт өтейін деп тұр, примерно. Так. Кеттік, достар, шығамыз біз дейтін. Мына достар, мектептің сыртын көрсетейін, мен жерге ағаштар қойдым, достар, осындай. Мына достар, ағаш қойдым, асықпай көрсетіп жүрейін сіздерге, мына осындай ағаштар қойдым. Мына мектептің заборы бар, еще кирпичпен қоршап қойдым. Мына мектептің жанында свет қойдым. Обязательно кішкене жарықтау свет қойдым, мына ағаштар мындай. Табиғи, мына барлық мектептің ауласында ағаш бар сияқты, менің ойымша. Біздің мектепте мысалға ағаш бар. Ана жерге бірдеңке отырғызатын шығар, ертең гүлдер егізіп, достар, уже гүл егізіп қой. Мына жерге де гүл қоюға болады, негізі айтқанда. Кварцевый блокпен салдым сыртын, әдемі көрініп тұр үшін, сосын өзім сендер құрылысшыларым бар, соған істедім ғой.
Ал мынау енді біздің мектептің значогы. Короче, осыны алмаздай мен қойып қойдым достар. Өте әдемі шықты достар. Давайте достар, осы мен мектебіме баға беріп кетіңіздер достар. Әдемі шықты ғой, айтыңыздаршы достар. Міне достар, әдемі шықты. Осы видеодан соң әрине өздеріңіз лайктарыңызды басып, каналға жазылып қоңырауын басып кетіңіздер достар. Я видеоны түнде аяқтап жатырмын достар. Себебі мен короче Майнкрафттың өмірін айтқанда мен бір күн бойы мектепте көрсетіп шықтым. Ал егерде 10 минутта көрсетіп шықтым достар. Давайте алдағы уақытта мен қызықты видеолар шығаратын боламын. Сондықтан достар, мен арнама жазылып каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған мен Димаш Еркінғали. Сау саламат болыңыздар. Давайте достар.